Бүгінгі қайталатын сөздердің тізімін осылай болады: күш, әйгілі, тік, ентігін басу, ажал, тығыз, сүйсіну, әл, құтылу, жазық, орындау, жұму, тиеу, қор болу. Сөздердің тізімін орыс тілінің нұсқасында оқимын. Сила, знаменитый, прямой, отдышаться, смерть, срочный, густой, восхищаться, сила, избавиться, вина, выполнять, закрывать, грузить, опуститься, пасть, быть несчастным. Сөздердің тізімін қолданып, шығармамды жазамын. Күтіп тұрыңыз. Қарт палуан. Қарт төсекке жатып, көздерін жұмды. Ол өзі әлсіз сезгенінде ажал келгенін күтетін. Осындай жағдайда ол жиірек өмірінің өткен күндерін елестетіп жатты. Өзі туралы ешқандай естері сақталмайды деп ойлады. Солай ойларынан оның ұрпақтарына жазығы пайда болды. Жас кезінде ол күшімен бүкіл әлемге әйгілі палуан еді. Халық оны сүйсініп, аңыз түрде қабылдап жүрді. Әлем чемпионы болғанынан ол барлық арманы орындалды деп санады. Әйгілі болғандықтан ол өзінің иықтарына қатты жауапкершілікті алып сезіпті. Алпамса деген тәрізді сезініп, жаттығу жасқанында өзі қатты ауыр жүгімен тиеді. Бір чемпионатта ол финалға шықты. Жекпе-жекте күшті қарсыласпен шығып, қажырлы күрестен иығына қатты ауыр кенеттен пайда болды. Әйтеуір ол күресті жалғастырып тастады. Қарсыласты ақырағанда жауырындарына жатқызды. Жекпе-жек тікелей эфирде бүкіл әлемге жарияланды. Палуан ентігін басып, елінің туын қолына алып, оны арқасының артында көтеріп, күрес кілемін жүгіріп айналды. Алайда марапаттау рәсімінен кейін жарақат ауыры қайтқанынан оған тығыз көмек керек еді. Ол есінен танып жаздады. Жылдар өтті. Қартайып кеткеннен палуан әлсіздікке тап болғаннан кейін қорбылын сезе бастады. Мұндай сезімнен құтылу үшін ол тәжірибесі туралы шығармаларды жазайын деп шешті. Шешімнен оған күш қайтарып келді. Старый борец. Старик лег в постель и закрыл глаза. Когда он чувствовал себя слабым, он ждал прихода смерти. В такие моменты он часто вспоминал прожитые дни своей жизни. Ему казалось, что о нем не останется никаких воспоминаний. От таких мыслей возникло чувство вины перед потомками. В молодости он был знаменитым на весь мир борцом благодаря своей силе. Народ восхищался им,
и воспринимал его как легенду. Став чемпионом мира, он считал, что все его мечты сбылись. Из-за своей известности он чувствовал на своих плечах огромную ответственность. Ощущая себя словно великаном, он нагружал себя тяжелыми нагрузками во время тренировок. На одном чемпионате он вышел в финал. Выйдя на схватку с сильным соперником, в ходе тяжелой борьбы внезапно возникла острая боль в плече. Тем не менее, он продолжил борьбу. В конце концов, он уложил соперника на лопатки. Поединок транслировался в прямом эфире на весь мир. Борец перевел дыхание, взял флаг своей страны, поднял его за спиной и пробежал вокруг борцовского ковра. Однако после церемонии награждения, когда боль от травмы возобновилась, ему потребовалась срочная помощь. Он чуть не потерял сознание. Прошли годы. Состарившись и столкнувшись со слабостью, борец начал чувствовать, что утрачивает себя. Чтобы избавиться от этого чувства, он решил начать писать произведения о своем опыте. После этого решения к нему снова вернулась сила.